Бекзат, біз екеуміз қалай келістік? Спортпен шұғылданамыз деп айттық қой. Қош. Бекзат, сен мен естіп тұрсың ба? Сотқа ойнап отқаның не? Соткыңды үйде де ойнамайсың ба? Белім ауырып кетті. Қазір ойнап отырмын. Осында жаттығам ғой. Осында уақыттар емес пе? Нұрдәулет, кеш болды. Может, үйге қайтамыз? Келгеніміз жаңа ғана қой, кішкене жүре тұрайық. Бұл жерде интернет дұрыс істемейді, кет, үйге барып ойнайық. Ай, жарайды. Ой, құлыншағым, дайындықтан келдің ба? Кел, тамағың дайындайын, қарның ашқан шығар. Қойш баба, тамақ ішпеймін мен. Кеттім мен. Неге? Қарның ашпады ма? Өсір бала, тіпті тамаққа да зауқы жоқ. Білмеймін, таңнан кешке дейін есілдерді сотқа не қарай беретінін білмеймін. Сабақтан келеді, сотқа қарайды. Дайындыққа кеттім дейді, ашуланып келеді, қайты сотқа қарайды. Не нәрсе екен білмеймін әйтеуір. Ту бір, тағы жеңіп болмын олар, қалай ойнайды осы? Дұрыста ойнамай ма? Бұл кім екен? Алло? Сәлематсыз ба? Иә, мен Бекзаттың мамасымын ғой. Не болып қалды, тыныштық па? Оқу үлгерімі төмендеп кетті дейсіз ба? Жарайды, балам келгеннен кейін сөйлесейін. Енді оның қосымша сабақтары бар, тағы үйірмелері бар, соған барып жүр ғой. Мүмкін сол жағынан үлгермей айтқан шығар. Жақсы сөйлесейін, аха. Енді сізге уәде берем, сабағын жақсы оқитын болады. Жақсы, рахмет. Аха, хабарласқаныңызға рахмет көп. Бекзат, құлыным, жаңа ғана апайың хабарласты. Сенің сабағың төмендеп кетті дейді. Не болды саған, не жағдай болып жатыр? Неге сабақ оқымай жүрсің? Мен айттым, үйірмелерге, енді балам болғаннан кейін қорғадым барынша. Үйірмелерге барады, мүмкін соңынан қол тимей айтқан шығар деп. Не жағдай болып жатыр? Болды енді телефонда аз ойнаймын. Сабағымды жақсартамын деп уәде беремін. Жақсы балам, ақылды болуға тырыс. Қазір телефонмен көп интернет ойындарды ойнама. Сабағың жақсы оқы. Сенің басты міндетің қазір тек қана сабақ оқу. Алдағы уақытта сен үлкен оқуға түсуің керексің. Сондықтан енді телефонды азайт балам, жарай ма? Жарайды.